Баршаңызға сәлем достар, менің есімім Камшат, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін 1000 ауруға шипа бөдене жұмыртқасының пайдасы туралы айтатын боламын. Жапонияда әрбір бала күніне 2 бөдене жұмыртқасын жейді. Ресей президенті Владимир Путин де оны күн сайын шекілей ішетін көрінеді. Ал тарихқа көз жүгіртсек, Шыңғыс ханның өзі жаралы жауынгерлеріне жұдырықтай ғана бөдененің жұмыртқасын ішкізіп аяққа тұрғызады екен. Өйткені бөдененің еті де, жұмыртқасы да 1000 түрлі дертке дауа. Адамның ойлау қабілетін арттырып, ағзаны түрлі аурулардан қорғайды. Ал дәмі тіл үйіреді, әрі тойымды. Дәлірек айтсақ, кәдімгі тауық жұмыртқасына қарағанда 1 грамм бөдене жұмыртқасы құрамында А және Д дәрумендері 2 есе көп. В тобындағы дәрумендер де анағұрлым, яғни 6 есе фосфор, калий және темірден 4-5 есе жоғары. Бұл диеталық өнімде мыс, кобальт, никотин қышқылы және амин қышқылы да мол. Тағы бір дәлелденгені бөдене жұмыртқасы тауықтардікіне қарағанда микробтардан таза келеді. Өнімнің ең басты ерекшелігі өз қасиетін жоймай ұзақ сақталуында. Бөлме температурасы жағдайында айға жуық, ал тоңазытқышта 60 тәулікке дейін сақтауға болады. Бөдене жұмыртқасының емдік қасиеті: жұмыртқаны әсіресе балаларға, қарттарға, аяғы ауыр және емізулі баласы бар әйелдерге, сырқат және әлсіз жандарға жиі тұтынуға кеңес береміз. Себебі бұл өнім адамның иммунитетін көтеріп, сергітетін қуаты мол. Бөдене жұмыртқасы мынадай ауруларға таптырмас ем: бас ауруына, демікпе мен туберкулезге, қан қысымының көтеріліп және түсіп кетуін реттейді. Бүйрек, өкпе, асқазан, ішек ауруларын, асқазан жарасын жазады. Фосфор, калий, темірдің әсерінен есте сақтау қабілетін жақсартады. Анемияға қарсы, сәуле ауруларын емдейді. Бөртпе мен диатезден құтқарады. Салқын тию мен тұмауға, бұлшық ет пен сүйектерді қатайтады. Баланың есте сақтау қабілетін арттырады. Диета кезінде арықтауға, ағзаның қалыпты жұмыс істеуіне көмектеседі. Сонымен қатар, жұмыртқаның аршылған қабығын тастамай жуып, газ немесе әсел пешінде сәл кептіріп, кофе ұнтақтаушыдан өткізетін болсақ, олар дайындалған ұнтақты ірімшік, айран, тамаққа болмаса суға 1 шай қасық қосып ішуге кеңес береді. Өйткені оның құрамында 90%-ға жуық кальций мен 27 микроэлементтер бар. Ал зерттеулерге сүйенсек, дәріханаларда сатылатын кальцийлерге қарағанда бөдене жұмыртқасы қабығындағы кальций адам ағзасына өте сіңімді. Бұдан басқа ол ағзаға аса қажет мыс, фтор, күкірт, кремний, мырышқа бай. Сондықтан ұсақталған жұмыртқа қабығын балалар мен жүкті келіншектерге ұсынған абзал. Ағзадағы кальцийдің молайып, сүйектердің қатаюына ізгі ықпалын тигізеді. Тістеріңіз маржандай тізіліп, бүленбеуіне де әсер береді. Ал жұмыртқа қабығындағы литий заты қандағы холестеринді төмендетеді. Егер тәулігіне бөдененің 4-5 жұмыртқасын тұрақты пайдалансақ, ер адамның белдігіндегі қуатты арттырады. Достар, менің YouTube каналыма тіркеліп, астына пікір жазуды ұмытпаңыздар.